Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге таңғы асқа арналған өте тез әрі оңай жасалынатын, өте дәмді әрі өте жұмсақ творожный венский вафлидің рецептімен бөлісетін боламын. Рецепті жоғалтып алмас үшін каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген дәмді жаңа рецепттермен бөлісетін боламын. Вафлимізді жасау үшін ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқамызды салып аламыз. Қант пен шым-шым тұзымызды салып, миксердің көмегімен ағарғанша миксерлеп аламыз. Массамыз 2 есе ұлғайғаннан кейін үстінен творогымызды салып, тағы да миксерлеп аламыз. Електен өткізілген ұнымызды, разрыхлителімізді салып, миксерлеп аламыз. Және де соңынан 1 ас қасық сұйық майымызды құйып, 1 келкі масса болғанша тағы да жақсылап миксерлеп аламыз. Вафельницамызды алдын ала қыздырып аламыз. Қызғаннан кейін массамызды осылай толтырып салып шығамыз. Пісу барысында вафельницамыздан бу шығады. Сол кезде біздің вафлиміздің дайын болғаны. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әртүрлі сироптармен, мьотпен, немесе шоколадтармен, немесе балмұздақпен ұсынсаңыздар болады. Үлкен кісілерге де, балаларға да ұнайтынына сенімдімін. Сіздер де жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.